Баршаңызға сәлем. Осындай әйел жақсы. Көкжиегіңізді кеңейтіп, терең ой салар өнегелі сөздер. Әйел отбасының шамшырағы, үйдің берекесі, ұрпақтың ұйытқысы. Оның жүрегіндегі мейірімі балаға тәрбие, жарына қуат, отбасына жылулық. Жақсы әйел барында үйге тыныштық орнап, шаңыраққа шаттық қонады, береке мен бірлік өріс алады. Әлемді өзгертетін де, ұлтты тәрбиелейтін де сол әйелдің жүрегіндегі мейірім мен парасат. Сондықтан әйелдің әр ісі, әр қадамы, әр сөзі насихат, үлгі, тәрбие. Жақсы әйел тек отбасының емес, қоғамның да шамшырағы. Таңертең төсегінен жылы жымиып, өмірге ризашылықпен оянған әйел жақсы. Еңсесін тік ұстап, кішіпейілдікпен амандасып, өзге жанға құрмет көрсете білген әйел жақсы. Жанұясына шуақ шашып, үйіне береке, құт, мейірім сыйлап жүрген әйел жақсы. Табиғи сұлулығын бағалап, өз болмысын сүйе білген әйел жақсы. Барға тасымай, жоққа мойымай, шүкіршілік ете білген әйел жақсы. Еңбек ырыстың кілті деп, балаларын адал еңбекке баулып, пайдалы іске үндеген әйел жақсы. Жаралы жүректі жаралама, әлсізге күлме, ұлтыңды дініңді сыйла деп, ұрпағына дұрыс бағыт көрсеткен әйел жақсы. Күйеуін сыйлап, оның жан дүниесін түсініп, тірегіне айналған әйел жақсы. Отбасының ортақ мақсаты үшін күш салып, күйеуінің шешімдерін қолдап, бірге алға қадам басқан әйел жақсы. Отбасының ұйытқысы болып, тілін тыйып, орнымен сөйлеп, парасатымен үлгі бола білген әйел жақсы. Үлкендерге құрмет, қайнене мен қайын жұртына ізет көрсете білген әйел жақсы. Балаларының тек қамқоршысы емес, ақылшысы, жол көрсетушісі бола білген әйел жақсы. Қиындықта жігерлі болып, сабыр сақтап, бәріне тірек бола білген әйел жақсы. Өз-өзін дамытып, білімін арттырып, рухани және дүниелік өсуді қатар ұстаған әйел жақсы. Достық пен туыстықты қадірлей білген, адамдармен татулықта өмір сүретін әйел жақсы. Өзінің денсаулығына, сымбатына, рухани тазалығына мән беретін әйел жақсы. Үйіне кірген әр адамға мейіріммен қарап, дастарханын берекелі ете білген әйел жақсы. Айтқан сөзімен жасаған ісі үйлескен, екі жүзділіктен аулақ әйел жақсы. Ұятын сақтап, инабатын төкпей, ибалығын жоғалтпаған әйел жақсы. Жасына лайық көрікті қартая білген, болмысынан, ажырамаған, парасатты әйел жақсы. болмысынан ажырамаған, парасатты әйел жақсы. Жақсы әйел тек отбасының ғана емес, ұрпақтың да шамшырағы. Отбасының
Үлкеннің батасын алып, кішінің алғысын жинай білген әйел жақсы. Ренжісе де кешіре білген, өкпе назын жүректе сақтамай, жүрегін кең ұстай алған әйел жақсы. Әр істі сабырмен шешіп, ашуға ерік бермей, ақылмен жол тапқан әйел жақсы. Сөзінің салмағы бар, айқайсыз-ақ тәрбиелей алатын әйел жақсы. Өзінің қадірін біліп, өзіне құрметпен қараған әйел жақсы. Ерін де, елін де сүйген, өз отбасын ғана емес, қоғамға да пайдасы тиген әйел жақсы. Жалған сөзден, өсек аяңнан аулақ, жүрегі таза әйел жақсы. Әр істі Алланың қалауымен деп, тағдырға шүкіршілікпен қараған әйел жақсы. Уәдесінде тұра білетін, сенімділікпен жауапкершілікті жоғары қойған әйел жақсы. Бала тәрбиесінде мейірім мен талапты тең ұстай білген әйел жақсы. Үй ішіне тыныштық орнатып, ұрыс-керістен аулақ ұстайтын әйел жақсы. Өзгенің қуанышына шын қуанып, қайғысына ортақ бола алған әйел жақсы. Әдептілігімен, мәдениеттілігімен, көркем мінезімен үлгі бола білген әйел жақсы. Мен деп емес, біз деп ойлайтын, отбасын бірінші орынға қоятын әйел жақсы. Баласына тек тамақ, киім емес, тәрбие, жүрек жылуын, рухани байлық сыйлайтын әйел жақсы. Әр істі Алланы еске алып бастаған, дінін қадірлеген әйел жақсы. Байлықты мақсат емес, құрал деп білген, дүниеқорлықтан алыс болған әйел жақсы. Ерінің абыройын асырып, ерім менің тірегім деп бағалай алған әйел жақсы. Күн сайын өзін реттеп, үйін таза, дастарханын мол, көңілін жарық ұстайтын әйел жақсы. Жамандыққа жақсылықпен жауап беріп, айналасына ізгілік шашқан әйел жақсы. Ата-анасын құрметтеп, олардың батасын алуды өмірінің бақыты деп білген әйел жақсы. Қиындық көрген жандарды қолдап, қол ұшын соза алатын мейірімді әйел жақсы. Әр күні жақсылық жасауға ұмтылып, із қалдыра білген әйел жақсы. Уақытын бағалап, бос өткізбей, пайдалы іске жұмсай білетін әйел жақсы. Өз орнын, өз миссиясын түсініп, отбасы мен өміріне мән бере білген әйел жақсы. Ізгілікке бастаушы, имандылыққа үндеп жүретін әйел жақсы. Алдындағыларға құрмет, қатарындағыларға сыйластық, артындағыларға үлгі бола білген әйел жақсы. Тілін тыя білу, үлкен тәрбие, міне соны ұстанып, өсекке ермеуді үйренген әйел жақсы. Рухани байлығын жоғалтпай, ар намысын биік ұстаған
әйел жақсы. Өмірден мән тауып, өз өміріне, отбасына шынайы бақыт сыйлай білген әйел нағыз жақсы әйел. Қорытынды. Жақсы әйел көркімен емес, көркем мінезімен биік. Ол өз отбасына сүйеніш, баласына ұстаз, жұбайына тірек, қоғамға үлгі бола білген тұлға. Мұндай әйел бар шаңырақ ешқашан шайқалмайды. Ондай үйден иманды ұрпақ өсіп шығады. Ондай анадан өркениетті ел қалыптасады. Сондықтан әр әйел осындай парасатты, мейірімді, ұстамды болуға талпынып, өзін де жан жағын да жақсылыққа жетелеп жүрсе, ол нағыз бақыт. Өйткені жақсы әйел отбасының ғана емес, ұлттың бақыты. Бейнебаян ұнаса, қазақша арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіз. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңізді комментарийге қалдырсаңыз болады. Достарыңызбен бөлісе отырсаңыз, тіптен қуанышты болар едім. Назарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыз.